Сәлем, сенімен бүгін 4-7 наурыз аралығындағы дүниежүзі тарихынан келген слифтарды қарайтын боламыз. Бірінші сұрағымыз, бірінші дүниежүзілік соғыста жеңсе де жеңілген мемлекет болған, ол Италия. Негізінде бізде мынау ұлы державалар, яғни Англия, Франция сияқты мемлекеттер Италияда қосқан үлесі аз деп, оған Италияға соғысқа кірер алдында берген сөздерінде тұрмаған еді. Сондықтан бірінші дүниежүзілік соғыстың нәтижесінде Италия оңтүстік Тироль мен Триест деген жерлерді алады. Мысалы, бізде Италия 1915 жылы Антанта, үштік одақта Антантаға көшеді, және сол кезде Антанта елдері Италияға көп нәрсе уәде берген. Бірақ по факту ол тек қана кішкентай оңтүстік Тироль мен Триест деген жерлерді ғана алатын еді. Мысалы, Италияның премьер-министрі Орландо деген кісі Париж бейбіт конференциясына 4 ел кеңесіне кірді. Былай қарасаңдар, ең бір басты шешуші, ең маңызды проблемаларды шешуші елдердің қатарына кірді. Бірақ дегенмен уәде етілген аймақтарының өзінің аз ғана бөлігін алады деп айтамыз. Сондықтан бұл жеңген елдердің ішінде жеңілген болатын еді. Сол себепті Италия ренжіп, кейін болашақта екінші дүниежүзілік соғысқа қатысуына бір бастама болатын еді. Қытай жерлерін қосып алған мемлекеттерді сәйкестендіру дейді. Оңтүстік Қытай, Шаньдунь түбегі, Манчжурия. Қара, негізінде оңтүстік Қытайды бізде Франция алатын еді. Шаньдунь түбегін ол Германияға берілетін болады. Манчжурияны Ресей алатын болады. Тағын ары қарай оның продолжениесі бар. Жапония Фудзян деген жерді алатын болады. ақш болса сол уақытта Қытайға ашық есік саясатын жүргізуге ұсынған еді. Жақсы, келесі біздің сұрағымыз айтады, Шань-И мемлекетінде болған зат дейді. Қара, негізінде Шань-И дегеніміз ол ежелгі Қытайдағы әулеттердің бірі, оны тағын көбінесе былай жазады, Шань-Ин деп, бөлек жақшада қылып. Енді біз оны кетпеу үшін Шань-Ин деп бірге айта береміз. Бұл жерде негізінде Шань-Ин, мына жақта төменде тұр екен ғой. Сол Шань-Иннің негізінде 3 басты жетістігі бар. Ол бірінші қолданысқа енгізу, қалалар және жазу пайда болады. Негізінде бұлар сонда получается қола дәуірінде өмір сүрген ғой. Мысалы, біздің Қазақстан тарихында да біз айтамыз. Қола дәуірінде негізінде адамдар қалаларда, қалалар, қоныстары, тұрақты қоныстар пайда болады деп айтамыз. Сол себепті бұл байланысты. Және біз айтамыз, бұл жерде бізде Қытайда уже қола дәуірінен бастап жазба деректер пайда бола бастайды. Берлин дағдарысы, Прага көктемі дейді. Бұл да сәйкестендіруге келген сұраққа ұқсайды екен. Қара, Берлин дағдарысы дегеніміз ол биполярлы әлемнің көрінісі дейді. Қазір оны түсіндіріп кетеміз. Прага көктемі ол Дунай операциясы депті. Ол дұрыс негізіне жауаптар. Енді Берлин дағдарысы дегеніміз ол қырғи қабақ соғысы болып жатқан кездегі оқиға. Қырғи қабақ соғыста бізде негізінде ақш пен ксро-ның арасындағы текетірестік деп айтамыз. Сол текетірестікте ақш және ксро екі точка, екі нүкте. Поэтому біз оны биполярлы дейміз. Биполярлы дейміз, екеу деген сөз ғой. Итак, бұлар өздері, ақш пен ксро, өзіне әскери одақтар, блоктар құрып алады. Ол ВШУ, Варшава шарт ұйымы, және НАТО, солтүстік Атлантикалық келісім елдері, или North Atlantic Treaty Organization деген ел. Енді осы екеуінің арасындағы екі дағдарыс, ақш пен ксро-ның арасында, или ВШУ мен НАТО-ның арасындағы екі дағдарыс прям әлемді үшінші дүниежүзілік соғысқа әкеп тақап тіреп қойды. Өте қауіпті жағдайлар. Оның ішінде біріншісі Берлин дағдарысы, екіншісі Кариб дағдарысы еді. Енді Берлин дағдарысында мынандай болады. 1961 жылы Германия, особенно Германия ішінде Берлин деген қаланы бөліп алған еді. Ксро бір жағында, екінші жағында ақш. Сол жылы 1961 жылы бұлар қабырға құрады. Және сол қабырғада бақылау өткізу пункттерін құратын болады. Сол кезде қарым-қатынас шиеленісетін болды. Қабырғаны құрып жатқан кезде ақш-тың әскерлері, бір жағынан ксро-ның әскерлері бір-біріне қарсы тұратын еді. Особенно бұл нәрсе Бранденбург қақпасының жағында өте бір қауіпті кез болатын еді. Және ксро мен ақш-тың қарсыласуы кеңестік танкілердің шекарадан әкетілуімен аяқталған еді. Айтады, осы жерде көтерілген Берлин қабырғасы биполярлы, яғни осы екеуінің арасындағы текетірестік дейді, қырғи қабақ соғысының нышанына айналды дейді. Прага көктемі дегеніміз не оқиға? Ол Чехословакияда 1968 жылы болған оқиғалар. Сол уақытта Брежнев
Варшава шарты ұйымының әскерлерін Чехословакияға кіргізеді. Чехословакияда өзі митингтер болып жатыр еді, және сол митингтарды басу үшін біздің сәл қаңтар оқиғасына ұқсайтын оқиғалар, және сол жаққа басу үшін Брежнев әскері енгізетін болады. И оның Варшава шарты ұйымының әскерлерін енгізетін болатын еді, және оның операциясы әскери енгізу Дунай операциясы деп аталатын еді. Және неге Прага көктемі? Потому что Прага қаласы олардың орталығы болатын еді. Прага көктемі кезінде сол уақытта Компартияның, яғни Чехословакияның коммунистік партиясының жетекшісі Александр Дубчик деген кісі және федералдың ұйымның өкілі атанған еді. Так, Александр Дубчик деген кісі де біліп жүру керек. Сәйкестендіру дейді. ақш ксро Кубадан зымырандарын алып кетті, Кубаға қарсы әрекеттерден бас тартты дейді. Бұл бағанағы біздің екінші дағдарысымыз Кариб дағдарысына қатысты. Мынандай болады, 1962 жылы осы дағдарыс болады. Ол жерде неден басталады? ақш Түркияға өзінің зымырандарын орналастырған болатын еді. Жауап ретінде КСРО өзінің орташа қашықтағы зымырандарын Кубаға жасырын түрде орналастырған болатын еді. Сол кезде Кеңес одағы Кубадан орташа ауқымды зымырандарды шығаруды, ал ақш өзінің карантинін жоюды талап ететін еді. Қара, карантин дегеніміз не? Сол уақытта кеңес кемелері, кеңес үкіметінің кемелері Кубаға қарай баратқан кезде, бұл айтқанда ақштың кемелері оларды қоршап алған еді. Соны карантин деп айтып жатыр, Және ақштан не талап етеді КСРО? Біріншіден карантинді жойып тастауда, Куба шекарасының тұтастығын сақтауға уәде беруді. Сөйтіп бұлар екеуі келіседі. Кім екеуі? ақштың президенті сол уақыттағы Кеннеди деген кісі, Джон Кеннеди, және бізде Никита Сергеевич Хрущев, ол бізде КСРО-ның басшысы болатын еді. Бұл екеуі келіседі және проблеманы шешеді. Сонда ақш Түркиядан өзінің зымырандарын шығарды, КСРО мен шекара зымырандарын орналасудан бас тартатын болады. Сонымен біз мына жауапқа келеміз. ақш бізде Кубаға қарсы әрекеттен бас тартты, ал КСРО Кубадан өзінің зымырандарын алып кетті дегеніміз болады. Келесі біздің айтатынымыз жаңа заман кезінде шығыс батыс елдері дейді. Не болған дейді? Өнеркәсіп төңкерісі, ол батыс елдерге сай нәрсе, ал шығыс елдерінде отаршылдыққа қарсы көтерілістер болатын еді. Жақсы, бұл жерде мынандай нәрсе айтып кетейік. Өнеркәсіптік төңкеріс дегеніміз не? Өнеркәсіптік төңкеріс, өнеркәсіптік революция, ол қол еңбегіне, машина еңбегіне көшу, мануфактурадан фабрикаға көшу, или аграрлы қоғамнан индустриалды қоғамға өту процесін осы өнеркәсіптік революция деп атаймыз. Ал енді мынау отаршылдыққа қарсы дейтін болсақ, 20 ғасырдың басында бізде шығыс елдері, Қытай, Түркия, Иран, Корея, Вьетнам болсын, отаршылдыққа, феодалдыққа қарсы көтерілістер мен төңкерістер орын алып жатыр еді деп айтамыз. Келесі сұрамыз абстракционизм белгілері. Так, өнерде өзі былайда, саған барынша не білу керек? Өнер саласында саған білу керек нәрсе, ол өнер оңай, және саған бір ғана сөзді білу керек. Саған мына сөздердің мағынасын түсіну керек. Абстрактілік дегеніміз не? Абстрактілік дегеніміз, балалар, нақты деген нәрсеге қарсы ғой. Антоним ғой, нақты дегеннің. Мысалы, мынау нақты конкретный нәрсе, мынау нәрсе нақты конкретный нәрсе, абстрактілік ол менің ойымдағы нәрсе. Поэтому қараш дейді, соның белгілерін қараған кезде сен айтады, ол абстрактілік сүлет өнері шынайы нәрсені бейнелеуге тырыспайды дейді. Ол бір қияли нәрсені белгілейді дейді. Ол суретшінің әлемге деген қатынасын жеткізеді, сезімдерін, көңіл күйлерін беретін дақтар, сызықтар, түстер үйлесімі. То есть ол конкретно, мысалы үшін сурет салған кезде, ол Оқбек ағайды қалай бар солай салмайды, ол әшейін бір сызықтармен, соған деген бір сезімдерін көрсететін бір сызықтармен салады. Ол үшін нақты фигурасын көрсетпейді, ол көбінесе сызықтар, дақтармен салады екен. Абстракционизм негізінде 1910 жылы авангардтық стиль бейнелеу өнеріндегі пайда болған бағыт. Яғни авангардтықтан бізде абстракционизм пайда болады. Енді оның өкілдері кімдер? Ол мысалы үшін Василий Кандинский, нидерландық Пит Мондриан, Малевич, Ван Дюсбергтер. Осы кісілер бізде
абстракционизм жанрында жұмыс жасаған кісілер. Абстракционизмнің тағы да бір ең атақты мысалдарының бірі ол Малевич және оның ақ фондағы қара шаршы деген атты танымал шығармасы. Тағы абстракционизмнен саған шығарма жанрын білу керек. Ол импровизация топан су деп аталатын еді. Так вот, бізде 30-шы жылдары Францияда суретші абстракционистердің біріктірген нақты өнер, шеңбер мен квадрат, абстракция және шығармашылық деген топтар пайда болады. Бұл топтар абстракционистік. Жақсы. Келесі біз айтамыз, Жапонияға байланысты дейді. Парламент құру лигасы, конституция қабылдау жайлы. Жақсы. Бұл жерде былай болады. 1880 жылы Жапонияда ең алғашқы жария бұқаралық саяси ұйым ол парламентті құру лигасы болатын еді. Парламентті құру лигасы не талап ететін еді? Жапон императорынан давайте парламент құрайық деген ұйым еді. Шынымен де кейін 1890 жылы император парламент шақыруға уәде береді. Кстати, мына кейін конституция қабылдау дегендерді бізде келесі сұрақ болады, сол жерде тоже айтып кетеміз, иә. Енді Жапонияны ашқан дейді. Жапонияны ашқан бізде ақш болады. Қалай ашады? 1854 жылы 13 наурызда Канагава деген жерде бұлар келісім шартқа қол қояды. И бұл бізде бірінші Жапон-американдық келісім шарт болады. Бұл Канагава келісімі бойынша Жапония Америка үшін Симода және Хакодате деген порттарды ашатын еді. И осы келісімнің нәтижесінде, осы порттардың ашуының нәтижесінде Жапонияда 215 жылға жалғасқан жабық есік саясаты күйреді. Енді бір қызық момент саған білу керек. Жапония кімді ашты десе, сен айтасың, ол Кореяны ашты деп айтасың. Значит, Жапонияны ашқан ақш, Жапония Кореяны ашады екен. Пекинді басып алған жылын ұмытып қалдым дейді. Пекинді басып алған қайсы ел? Ол Жапония болады. 1937 жылы бізде Жапония Қытайға соғыс ашатын еді. Соның нәтижесінде ол Пекинді басып алады. И ары қарай ол басында Пекиндарды басып алған кезде солтүстік шығыс жақтан келеді. Солтүстік шығысты басып алғаннан кейін олар орталық аймақтарына или провинцияларына қарай жылжиды. Келесі біздің сұрағымыз тәуелсіздік декларациясы дейді. Автордың сұрағы тұр, ол Томас Джефферсон, иә. Негізінде тәуелсіздік декларациясы бізде 1776 жылы 4 шілдеде қабылданған. Оның авторы Томас Джефферсон. Және бұл құжаттың ерекшелігі неде деп айтсақ, сен айтасың. Бұл декларация, құжат, алғаш рет әділетті қоғам құрылатын негізі ретінде адам құқығын бекітетін талаптар тұжырымдамасын айтады. Бұл айтқанда, бұл тәуелсіздік декларациясы алғаш рет адам құқықтары туралы айтатын құжат дейді. Сол себепті бұл өте маңызды. Так, француз революциясының нәтижесі дейді. Бұның бірнеше нәтижесі бар, бірақ егер сен негізгі қорытындысы, негізгі нәтижесі деп айтатын болса, сен айтасың, бірінші болып, ол феодалдық абсолютистік жүйені жойды. Оның орнына буржуазиялық қоғамды нығайтты, капитализмнің ары қарай дамуына мүмкіндік берді. Яғни феодализмді тоқтатты, енді оның орнына капитализмді алып келді дейді. Революция бүкіл феодалдық алым-салықтарды жойды дейді. Феодалдық алым-салықтарды жойды, осы мәселе бойынша аграрлық мәселені шешті. Тағын, француз революциясының жарияланған демократиялық құқықтар мен еркіндіктері үлкен рөл ойнады. Яғни осы француз революциясы кезінде демократиялық құқықтар мен еркіндіктер туралы айтқан еді. Тарихта бірінші рет азаматтар жаппай сайлау құқығына, жиынға қатысу деген митинг қой енді құқығына, буржуазиялық демократиялық республика құру мүмкіндігіне ие болған еді. Мынаның барлығы бізде француз революциясының нәтижесіне жатады. Декабристер көтерілісінің мақсаты. Декабристердің көтерілісі Ресейде 1825 жылы болатын еді. И олар самодержавиеға, яғни патшаның шексіз билігіне, или самодержавие деп біз Ресейдегі абсолютизмді атаймыз. Және екіншісі басыбайлыққа, или болмаса крепостнойлыққа. Так, мына абсолютизм, мына крепостнойлыққа қарсы болатын еді. Көтеріліске осы декабристер көтерілісі солтүстік одақ бірінші қатысады, кейін оңтүстік одақ қатысады, ол екінші. Бірақ бұл көтерілістер сәтсіз аяқталатын болады. Ағылшын-Иран келісім шартының мақсаты дейді. Бұлай болады да, негізінде
Иран үшін Франция таласып болады, Ресей таласып болады, Англия таласып болады. Бірақ ағылшындар Иран шахына Малкольм деген кісіні жібереді. Малкольм деген кісі Иран шахын біраз нәрсеге көндіреді. Мысалы, Иранда француз ықпалына түсірмеу, оны билігіне қарату үшін Англияның өз өкілдерін жіберіп, то есть оның мақсаты не дейді? Бірінші болып сен айтасың, Иранда француз ықпалына түсірмеу. Ол, короче, сыбырлайды, сен француздармен дос болма, сен лучше бізбен дос бол деп сияқты. И сөйтіп Иран шахын көндіреді. Бұлардың арасында екеуі келісімге келеді. Қандай келісімге келеді екен? Бұлар айтады, саяси және сауда шарттарына қол қойды. То есть қандай шарттар? Саяси және сауда. Келісім шартта шах француздарды Иранға жібермеуге, егер француздар Үндістанға шабуыл жасаса, Иран шах әскері Ауғанстанға аттандырылуға уәде беретін болады. Енді сауда келісімі бойынша, мынау саяси келісім осында. Саяси жағы осы. Ал сауда келісім жағы бойынша Иранда ағылшындар көптеген жеңілдіктерге ие болды. Ағылшындар есесіне шаққа қалаған жағдайда қару-жараққа көмектесуге уәде берген еді. Но ағылшын-Иран келісім шарты тек қана Ресейге, Францияға қарсы емес, еще и Ресейге қарсы болатын еді. Келесі біздің сұрағымыз айтады, Танзиматты бастаған. Ол Мұстафа Решет дейді, ол дұрыс, және Мұстафа Решет дегеніміз бізде екінші Махмудтың сенімді адамы деп айтамыз. 1839-70 жылдары ол осы Танзимат деген реформа жүргізетін болады. Танзимат деген сөздің мағынасы реформалар, өзгерістер, қайта ұйымдастыру деген сияқты нәрселерді білдіреді. Уваровтың айтқан ойы дейді. Уваров бізде ол орыс, және орыс консерватизм, Ресейдегі консерватизм идеологиясының негізін қалаушылардың бірі. Ол өзі Ресей ғылым академиясының президенті болған, яғни өте ғылымға жақын адамдардың бірі. И оның көзқарасы қандай болатын еді? Ол ойлайды, самодержавие, яғни патшаның билігі, шексіз билігі, патша мен халықтың бірлігі деп түсінеді. Халық пен монарх арасында ажырамас рухани бірлік бар деп санайды. То есть бұл енді консерватизм деген сөз мағынасы ескішілікті жақтайды. Егер декабристер анау самодержавияны алып тастайық деп айтатын болса, Уваров айтады, жоқ, самодержавияны сақтап қалайық, ол бізге керек, себебі самодержавияда халық пен патша өзі екеуі тығыз бір ерекше рухани байланыс бар дейді. Өзі ғылыми адам айтып отқаны анау. Ну, ладно. 1919 жылы дейді Париж конференциясының мақсаты дейді. Оның не? Біріншіден, бірінші дүниежүзілік соғысты қорытындылау. Кейін Еуропа аумағын жеңген державалардың пайдасына бөлу. Соғыстан жеңілген мемлекеттердің әскери күштерін шектеу. И еще жеңілген мемлекеттер репарация төлету. Яғни шығындарды ақтау. Енді осы Париж конференциясының барысында бірнеше келісім шарттар жасалатын еді. Мысалы, Германия мен Версаль келісім шартын жасайтын еді. Австрия мен Сен-Жермен келісім шартын жасайды. Болгария мен Ней келісім шартын, Венгрия мен Трианон келісім шартын, Түркия мен Севр келісім шартын қол қоятын еді. Келесі біздің сұрақ айтады. 67 статья жазған кісі. Ульрих Цвингли, ол рас. Ульрих Цвингли өзінің еңбегін 1522 жылы жазады, және ол сен білуің керексің Швейцариядан. Негізінде бізде бұл реформация кезінде. Реформация дегеніміз не? Осы католик шіркеуін өзгертейік деп айтатын қозғалыс. Бірінші реформация Германияда басталады. Ол бізде Мартин Лютер деген кісіден басталған еді. Мартин Лютер ол 95 тезис деген өзінің бір наразылығын жазған, енді еңбегі бар деп айта салайық. Енді оны ары қарай Ульрих Цвингли жалғастырып, енді соған тип отсылка 95 тезис болса, менікі 67 статья деген сияқты. Оны ары қарай дамытып жүрген кісі еді. Осы Швейцариядағы реформацияның көсемі Ульрих Цвингли деген кісі. ақш пен ксро агрессияға қарсы келісім деген болды дейді. Қай жерде қол қойды деп жатқан шығар, ол тағы дұрыс жауабы Вашингтон болады. Қара, 1942 жылы осы Вашингтонда Кеңес одағы мен ксро мен Американың арасында агрессияға қарсы соғысқа өзара көмек көрсетуде қолданылатын қағидалар туралы деген келісімге қол қойды. Аттар не деген ұзын, но бұл жерде негізі ключевой слово агрессияға қарсы деген. Бұл жерде не туралы келіседі? Біріншіден, тараптар бір-біріне қорғаныс күшейтуге, жәрдемдесуге.
және сол үшін материалдар, қызметтер, ақпараттар алмасуға міндеттелді. Кейін осы құжат дейді да, мына келісім, үш ұлы держава, яғни КСРО, Ұлыбритания, ақш болу керек, КСРО деп екі рет жазып қойыппын ғой, мына ақш деп жазып қойсақ жақсы. Осы үшеуінің арасында Гитлерға қарсы или антигитлерлік коалиция дегеніміз одақ құруға аяқталғанын көрсететін еді. Жақсы, поэтому бұл өте маңызды бір келісім шарт болатын еді. Синьхай революциясының орталығы дейді, Учан дейді, онымен де келісеміз. Бізде негізінде мына Синьхай революциясы деген оқиғалар Гуанчжоу деген қалада басталатын еді. Оны бастаған біріккен одақ. Біріккен одақтың негізін қалаушы бізде Сун Яцен деген кісі. Окей. Енді бірақ бұл Гуанчжоуда басталғанмен ең ірі ошағы ол Учан деген қаласында болатын еді. Неге Синьхай деп атаймыз? Потому что Қытай күнтізбесінде 1911 жылдан бастап 12 жылдың 17 ақпанға дейінгі аралықта бізде Синьхай деп атайтын едік. Сонда айдың аты сонда. Синьхай революциясы қандай революция болды? Ол сипаты буржуазиялық болды. Оның басты мақсаты сол уақыттағы Қытайдың манжурлардың монархиясын құлатып, оның орнына республика, Қытайлардың республикасын орнатпақшы еді. Түсінікті? Манжуриялық монархияны құлату. Келесі, біз айтатынымыз 1935 жылы Францияда тыйым салынды дейді. Францияда бұл жерде, давай сендермен сразу айтамыз, бұл жерде фашистік ұйымдарға тыйым салынды. Или ең дұрысы, әскереленген фашистерге тыйым салды. Бізде былай болады. Мына, пакттың нәтижесінде дейді, қазір айтамыз кімдердің арасында. Демократияны қорғауға арналған митингтер мен манифестациялар ұйымдастыруды да 1935 жылы солшыл партиялардың қысымымен әскерилендірілген фашистік ұйымдардың әрекеттері тыйым салынатын заң қабылдануы. Мына осы. Түсінікті? Сонда нені тыйым салады екен? Әскерилендірген фашистік ұйымдар. Қара, өзі былай болады. Мына фашистер бұлар оңшыл болады. 34 жылы ол осы фашистерге қарсы Франциядағы коммунистер, социалистік партия, одан кейін еще бұларға екеуіне радикалды социалистік партиялар үшеуі бірігіп, осы бірігу туралы бірігіп әрекет етеміз деген пактке, яғни құжатқа қол қояды. 1935 жылы олар мынандай заң қабылдатуға әрекет етеді. Фашистерді жауып тастайық. Фашистер сол уақытта, Францияда билікті әскери жолмен басамақшы еді. 1985 жылы КСРОда болды, қайта құру дедім дейді. Дұрыс айтады. Шынымен де 1985 жылы бізде билікке Михаил Сергеевич Горбачев келеді. МС Горбачев. Және ол кеңес одағының басшылығына ол кезеңде вообще қайта құру саясаты деп айтамыз. Негізінде қайта құру саясаты үлкен өзгерістерге бастама болған кезең. Айтады, Михаил Сергеевич Горбачевтың басқаруымен КСРОда болған өзгерістер жаңа саяси ойлау негіздерін жасауға, олардың тәжірибе жүзінде іске асыруға бастауға мүмкіндік берді. Шынымен де кейін осы қырғи қабақ соғысын аяқтауға Михаил Сергеевич Горбачев тікелей атсалысқан еді дейді. Жапонияның ежелгі діндері дейді, бізде Жапонияның өзінің ұлттық діні бар, ол синтоизм, және ол синтоизм бізде 6-7 ғасырларда қалыптасқан еді. Но синтоизм дегенді тікелей аударатын болсақ, оны Құдай жолы дегенді білдіреді. Және бұл жерде синто ілімінің басты түсінігі, адамның шығу тегі ол рухтар мен құдайлар. Сол синтоизмде рухтар мен құдайларда ками деп атайтын еді. Келесі сұрағымыз айтады, Труман доктринасының мәні дейді. Қарашы, бұл жерде былай болады. Америкалық коммунизмді тежеу доктринасы дейді. Труман доктринасы ол коммунизмді тежеу. Яғни коммунизмнің таралуына жол бермеу деп айталамыз. Енді бұлай толығырақ айтатын болсақ, ол мынандай. Америкалық коммунизмді тежеу доктринасы маңызды бір бөлігі батыс елдермен экономикалық және саяси көмек беру болды. Алғаш рет ресми қадамды Гарри Труман жасады дейді. Сонда, Труман доктринасы мәні не? Осы елдерде коммунизм тарап кетпеу үшін оларға экономикалық және әскери көмек беруге дайынбыз деп айтатын құжат. Труман доктринасы. Енді бұл нәрсе неден басталды өзі?
сол уақытта Грекия мен Түркия, бұл екінші дүниежүзілік соғыстан кейін, бұлар бұл екі үкімет Трумэннен көмек сұрайды. Не нәрседе? Коммунистерге қарсы. Грекия мен Түркия айтады, сендер бізге әскери және экономикалық көмек көрсетіңдерші дейді. И Трумэн айтады, хорошо дейді. Но сендер ойлап қалмаңдар, Трумэннің жоспары тек қана Грекия мен Түркияға ғана көмекке арналған екен. Жоқ, бұл әлемдік сипатта болды дейді. То есть ол тек қана Грекия мен Түркияға емес, басқа любой елге де дайын болатын еді. Главный коммунизмге қарсы күрессе деп айтатын еді. Трумэн доктринасы бізде 47 жылы қабылданған еді. Біріккен ұлттар ұйымының бірдеңесі дейді. Бұл бас ассамблея және қауіпсіздік кеңес дейді. Бірдеңесі деген сөз, ол басқару органдары ғой. Басқару органдары шынымен де біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблея және қауіпсіздік кеңесі бар. Бас ассамблеяда барлығы жиналады. Және олардың барлығы өзінің проблемаларын айтады, елдердің көзқарастарын. Сол себепті біз айтамыз, айтады, барлық мүшелерінен дейді мысалы бас ассамблея. Кеңесші әрі өкілетті саяси орган. То есть бұл қандай орган дейміз? Ол саяси орган дейміз. Ол жерде барлық елдер өзінің проблемаларын айта алады дедік. Енді қауіпсіздік кеңесі бұл более серьезный, тұрақты жұмыс істейтін саяси басқарушы орган. Егер бас ассамблея просто ара-арасына шақырылып тұратын болса, қауіпсіздік кеңесі постоянно жұмыс жасайды. Оның мақсаты халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін негізгі жауапкершілікке ие біріккен ұлттар ұйымының мүшелері үшін міндетті шешімдерді қабылдайтын тұрақты саяси ұйым. То есть қауіпсіздік кеңесінің шешімдері біріккен ұлттар ұйымының мүшелеріне міндетті, то есть обязан істеуге, хочешь не хочешь деген нәрсе жоқ. Осы қауіпсіздік кеңесінде бізде 5 тұрақты ел бар, және 10 тұрақты емес мүшесі бар. Тұрақты мүшелерге кімдер кіреді? Олар 5 дедік. Ол КСРО, потом Ресей болып кетеді, ақш, Ұлыбритания, Қытай, Франция. Және тұрақты емес мүшелері ауысып тұрады. То есть белгілі бір мерзімде өздері ауысып тұратын еді. Енді айтады, Түркияның нарықтық дамуына әсер еткен реформатор, ол бізде Тұрғұт Өзал деген кісі болған. Тұрғұт Өзал, ол түрік реформаларының әкесі деп атайды оны. Негізінде оның тұжырымдамалары, идеялары негізінде либераландыру жатады. Либераландыру деген сөз, ол еркіндік беру, экономикаға араласпау, мемлекет экономиканы реттемейді деген сөзді білдіреді. Тұрғұт Өзалдың Түркияның соңғы мақсаты дейді, түріктер Европалық одаққа қауымдастықтың толыққанды мүшесі ету болады дейді. Бүгінгі күнге дейін Турция осы өзінің идеясынан қайтпайды. Нәтижесінде Түркия осы реформалар нәтижесінде нарықтық бәсекеге қабілетті ел болып шықты. Шынымен де Турцияның мықты экономикасы болуы осы Тұрғұт Өзалмен байланысты еді. Негізі оның саяси әрекеті қалай басталды? Карьерасын қарайық. 1983 жылға белгіленген парламент сайлауында тіркелген 15 партияның тек 3-і ғана сайлауға жіберілді. Сол сайлаудың жетекшісі Отан партиясы болған кісі, ол көпшілік орынды жеңіп алады. Сол уақытта Түркияның парламенті Түркияның ұлы ұлттық жиналысы деп аталатын еді. Сол Отан партиясы жеңгеннен кейін, оның біздегі премьер-министрі, үкімет жетекшісі, ол Тұрғұт Өзал болатын еді. Ол премьер-министр лауазымын алады. Сонда оның партиясы ең көп орын алады, сондықтан ол премьер-министр болады дейміз. 90-шы жылы уже Тұрғұт Өзал президент Евреннің орнына отырады. Және осы қызметтің өмірінің соңына дейін 93 жылға дейін отыратын еді. Осы бізде Қазақстан тәуелсіздік алған кезде президент осы кісі болатын еді. Хорошо. Жапония конституция бойынша дейді, 25-ке толған ер азаматтар не істей алады дейді. Енді бағана біз конституциясын айтпай кеттік қой. Сол конституциясының жағдайын айтып кетейік. Біріншіден, Жапонияда бізде конституция 1889 жылы қабылданады. Бұл нәрсені обязательно есіңе сақталады. 89. Жапония үшін неғұрлым тиімді Германия конституциясының үлгісінде конституция қабылданады. Яғни Жапонияның конституциясына қай елдің конституциясы үлгі болды десе, сен айтасың Германиянікі. Енді сол конституция бойынша сайлау құқығы 25-ке келген ер адамдарға ие болды. Және олар 15 йеннен кем емес салық төлеуге міндеттелді. Енді сайлаудың халықтың 21 ғана пайызы ғана қатысқан еді дейді.
депутаттар үкіметтік заң жобаларын талқылауға құқықтары болды, бірақ олар өздері заң шығаруға тиісті емес еді деп тоже айтылады. Енді айтады, Жапон император отбасынан және таңдап алынған адамдар болған палата дейді. Ол жоғары палата, ол бізде Жапонияға қатысты, иә. Конституция бойынша Жапонияда 2 палаталық парламент болды. Оның жоғарғы палатасында император отбасы және оны тағайындаған адамдар отырады, оны айттық, иә. А төменгі палатада сайланған адамдар, оны мынау адамдар сайлайтын еді. Жақсы. 44 жылы Францияда сайлауда алғаш рет қатысты деген әйелдер қатысты, ол абсолютно верно. Былай болады. 44 жылы Францияда уақытша үкімет болатын еді. Сол уақытша үкіметтің басшысы Шарль де Голль деген кісі болатын еді. Енді ол барлығына сайлау құқығын бере отырып референдум жүргізеді. Референдум деген сөз басты сұрақтарға жауап беретін нәрсесі, біз қандай мемлекет боламыз? Республикалық, парламенттік республика, әлде президенттік республика боламыз ба деп. И осы жерде осы сайлауға референдумға бізде әйелдер қатысатын еді. И айтады, француздарға 1875 жылы конституцияға оралуды, немесе жаңа конституцияны қабылдауға ұсынды. То есть бұлар жаңа республика боламыз деп айтып жатыр еді. Көпшілігі жаңа конституцияға дауыс береді. Сөйтіп, бұл жерде айтады, осы конституция сайланды, кейін құрылтай жиналысы сайланатын еді, конституция жазу үшін. Енді ол жерде осы құрылтай жиналысында 3 негізгі партия болды дейді. ФКП, француз коммунистік партия, социалистік партия, СФИО, және республикалық халықтық қозғалыс партиясы болатын еді. Енді біз айтамыз, жаңа Европадағы хартия не туралы айтты дейді. 1990 жылы ЕКК қатысушыларының мемлекеті осы жаңа Европалық үшін хартия дегенді қабылдады. Бұл құжат не туралы? Бұл құжат бізде кеңестік дамудағы жаңа бағыт белгілеп, тұрақты қолданыста институттар бар ұйымға айналдыруды үдерісі жүрді дейді. То есть бұл құжат тұрақты ұйымға айналдыруға тырысады екен. Енді 94 жылы ЕКК-нің аты бізде тағын білу керек, ЕқУ-ға ауысты, яғни Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы деп атын өзгерткен еді. Келесі сұрағымыз. 1878 жылы Берлин трактаты бойынша Түркия билігінде қалған аумақ. Баязит дейді, ол дұрыс. Шынымен де бізде 1877 жылы Берлин конгресі басталады. Берлин конгресінің мақсаты не дейді? Сен айтасың, Сан-Стефанодағы қабылданған шешімдерді қайта қарау. Короче, мынандай болды, 1877-78 жылдары орыс-түрік соғысы болады, сол жерде түріктер жеңіліп қалып, Сан-Стефано келісімімен орыстармен қол қояды. Бірақ Сан-Стефано өте әділетсіз екен, Ресейді слишком күшейтіп жібереді екен. Бұл нәрсе Европа елдеріне ұнамайды. Поэтому Европа елдері Берлинде жиналыс шақырады, конгресс шақырады. И сол конгрессте айтады, сен Сан-Стефаноң болмайды, давай оны өзгертейік дейді. Хорошо. Сол Берлин конгресінің нәтижесінде Берлин трактаты деген құжат қабылданады. Ол бойынша бізде Карс Ардаган Батуми Ресейге өтеді, а Баязит Түркияға қалды. Біздің сұрақ осы туралы. Ал тағы Ресей оңтүстік Бессарабия қайтарылады, Добруджа Румынияға берілетін еді. Ал Черногория, Сербия, Румыния деген елдер тәуелсіздік алған еді. Но ең бір маңызды бөліктері ол Берлин трактаты бойынша Болгарияның аумағы бірден қысқартылды, және бұл Ресейді ары қарай слишком күшейіп кетуіне шектеу қоюға мүмкіндік алды. Айтады, Вена классикалық мектебінің өкілдері ол Моцарт, Гайден және Бетховен болып саналады. Атом ядролық саласында зерттеулер мен радиоактивтілік ілімін ашқан физиктер дейді. Бұл жерде бірнеше ғалымдар, ол Мария Складовская Кюри, Пьер Кюри және Бор Резерфорд деген кісілер болатын еді. 1947 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы қабылданған шешім дейді. Бұл жерде 47 жылы бұл уже Израильға қатысты болады. Бас ассамблеясы Иордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей және араб мемлекеттерінің құрылғандығын дауысқа салады. Және бұл жерде 181 қарар болады. 2003 жылы жол картасын бағдарламасын қатыспаған саяси қайраткерлер. Окей, бұл да осы Араб-Израиль қақтығысын реттеуге арналған жол картасы. Бұл жерде ақш, Еуроодақ, Біріккен ұлттар ұйымы, Ресей
жол картасын дайындайды. Бірақ кімдер, қандай саяси қайраткерлер қатысады? Итак, ақш-тың президенті Джордж Буш, Израильдің сол уақыттағы премьер-министрі Шарон және Палестинаның басшысы, үкімет басшысы Аббас деген кісі қатысады. Осы үшеуі жол картасын қабылдайды. Не туралы екен? Айтады. Квартет деген сөз төртеуі, иә. Қайсы төртеу? Мынаны айтады ғой. ақш, Еуроодақ, біріккен ұлттар ұйымы, Ресей деген сияқты. Және осы жерде халықаралық келістіруші етуші төрттік делегаттары Израиль мен Палестинаның автономиясын қатысумен дайындалды. То есть осы жол картасы кіммен? Квартет қатысты, мынау Израиль мен Палестина өкілдері. Жоспар бойынша арабтардың тәуелсіздік мемлекет құру, араб мемлекеттері мен Израиль қатысатын қалпына келтіру және араб-израиль соғысының толық тоқтату қарастырған еді. Енді қараңдар, жоспар жүзеге асу үшін дейді, осы төртеу қабылданып жатқан квартет қабылданып жатқан келісімдер Израиль арабтарға берілуі тиіс жерлерге орналасқан кейбір израильдік қоныстарды бұзуға келісті. Израиль 67 жылдан бастап өз бақылауына өткен араб жерлерін басып алынған аймақтарын тұңғыш рет ресми түрде мойындап, Газа секторының еврей қоныстарын көшіре бастады. Яғни, бұлар өстіп проблеманы шешкісі келді. Бірақ өкінішке орай бұл проблемалар жақсы нәтиже, жемісті нәтиже берді деп айта алмаймыз. 1989 жылы 3 желтоқсанда жерорта теңізіне Мальта аралдарында кездесіп мемлекет басшылары. Бұл жерде бізде Горбачев кездеседі, КСР-ның басшысы, және біздегі Джордж Буш пен ақш-тың президентімен кездесетін еді. Бұл жерде бұл кездесудің маңыздылығы КСР мен ақш-тың арасындағы қырғи қабақ соғысының аяқталуы ресми түрде жарияланған еді. Және 1991 жылы 1 шілдеде Варшава шарты ұйымының қызметін тоқтатады, осылайша бізде қырғи қабақ соғысы тоқтайтын еді. Және 2004 жылы Украинада болған революцияның аты ол қызғылт сары революция деп атаймыз. Міне осындай сұрақтар, тағы да сұрақтарың болса комментарияға жазып кетсең болады. Барлықтарыңа рахмет. Келесі сабақта кездескенше аман сау болайық.